Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода Стамбулдың ең үлкен аэропортын көрсеткім келіп тұр. Отельден Ақсарай метросына дейін біз 2 такси жалдадық. Себебі бізде 6 багаж болды. 2 такси жалдау бір үлкен таксиден гөрі арзанырақ шықты. Ақсарай метросынан біз Стамбул аэропортына Хава Из деген автобуспен жеттік. Аэропортқа дейін шамамен біз 1 сағатта жеттік. Роллар за 10 лир. Осындай тележканы біз 10 лираға алдық. Аэропорттың ішінде жүру үшін өте ыңғайлы. Регистрация өткеннен кейін 10 лираны қайтып алуға болады. Стамбул аэропорты 2018 жылы ашылды, бірақ 2019 жылы эксплуатацияға енгізілді. Стамбул аэропорты әлемдегі ең үлкен аэропорт болып саналады. Оның көлемі 1,4 миллион шаршы метр. Аэропорттың ішінде тегін Wi-Fi 1 сағатқа беріледі. Стамбулда кез келген тауарларды сатып алсаңыздар, оны аэропорттағы такс-фриден налогты алуға болады. Бірақ оны алу үшін бүкіл алған заттарыңызды шығарып көрсету керек. Аэропорт өте заманауи, ыңғайлы және де кез келген заттарды табуға болады. Аэропорттың ішінде осындай отель бар. Жолаушыларға барлық нәрсе қарастырылған. Это отель. Это бизнес. Регистрация өткеннен кейін duty free жаққа өту керек. Kaç kişi? 3 kişi, 1 çocuk, 2 kişi, 1 çocuk. Siz hepiniz beraber misiniz? Bira verin. Beraber. Bu ayrı. Ha, tamam gel abi gel. Gel. Duty free аумағында көптеген дүкендер, ресторандар, кафелер бар.
Duty free, Louis Vuitton. Біз ештеңе қарауға үлгерген жоқпыз. Себебі біздің регистрациямызға 20 минут қалды. Оған қоса біздің ұшағымызды ең соңғы гейтке қойған. Сол үшін біз жүгірдік. Duty free. Айтпақшы, duty free аумағына өткен кезде осындай коляска тегін алуға болады. Waikiki. Аэропортқа ерте келсеңіздер, осы дүкендерді асықпай аралауға болады. Duty free аумағында осындай балалар ойнайтын бөлме бар екен. Осы аэропортта жанұяларға және де балаларға көптеген жағдай жасалынған. Dear ladies and gentlemen, due to adverse weather conditions and for flight safety, our aircraft must undergo a de-icing procedure. Thank you for your attention. Қардан тазалап жатыр. Қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Лайк басып, подписка қоюыңызды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.